Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен татар халқының бурма деп аталатын өте дәмді тағамының жасау жолымен бөлісетін боламын. Бұл бізде өзіміздің орамаға ұқсас, бірақ өзгеше бір жолмен дайындалады. Дәмі де өзгешелеу. Сондықтан да сіздерге міндетті түрде дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Ең әуелі ұнның ортасын ашып, тұз себемін, бөлме температурасында тұрған суды құямын және ерітілген сары майды құйып, еттің қамырынан сәл жұмсақтау қамыр илейтін боламын. Сары май тым қатты ыстық болмау керек. Барлық керек заттардың мөлшерін видеоның описаниесіне жазып кетемін. Мен мына жерде 250 грамм ұн қостым. Егер сіздің қамырыңыз қолыңызға жабысып тым қатты жұмсақ болып жатса, тағы да аздап ұн сеуіп жіберсеңіз болады, мен секілді. Қамырды 5-6 минуттай қолмен басып илеп, бетін 5 минутқа жауып қойдым. 5 минуттан кейін тағы да бір қайтарып илеп, қайтадан бетін жауып қойсаңыз, сіздің қамырыңыз жылтырап, жазған кезде де әдемі болып жазылатын болады. Мінекей, екінші рет қайтара басып бетін жауып қойдым. Үшінші рет қамырды алып, ұн сеуіп, уықтаулап жазатын боламын. Мінекей, дәл еттің қамыры секілді жазамыз, бірақ өте жұқа болу керек. Қамырды қалың қылып жайып қойсаңыз, сіздің бурмаңыздың дәмі ойдағыдай шықпайды. Сондықтан да барынша жұқа етіп жайсаңыз, соғұрлым тағамыңыз дәмді болып шығады. Енді жайылған қамырдың үстіне тартылған етті сеуіп шығатын боламын. Барлық жеріне фаршты мен алдын ала тұздап, бұрыштап қойдым. Сондықтан да сіздер фаршқа тұз, бұрыш қосуды ұмытып кетпеңіздер. Және барлық жеріне фарш сеуіп болған соң, үстінен ұсақтап туралған пияздарды дәл видеодағыдай сеуіп шығамыз. Әрі қарай үккіштен өткізілген картопты да осы қамырымыздың барлық жеріне себеміз. Және соңында ұсақтап туралған сары майды да әрбір жерден қойып шығатын боламыз. Мен барлығының мөлшерін видеоның астына қалдырып кететін боламын. Мінекей, ұсақтап туралған сары майларды да қойып шықтық. Соңында енді қамырды орама секілді орай отырып жинайтын боламыз. Барлығын жинап болған соң, ішке қарай орап, ұлу секілді пішін беріп, қамырды кез келген формаға саламыз. Мен осындай дөңгелек форма таңдадым. Қаласаңыз, противенге май жағып, сол противенге пісірсеңіз де болады. Осы уақытта алдын ала пешті қыздырып қоямыз. Енді қамырымыздың үстіне ерітілген сары май жағып шығамыз барлық жеріне. Содан соң жұмыртқаның сарысын жағатын боламыз. Жұмыртқаны барлық жеріне тигізіп жақсылап жағып шығыңыз, сонда бурмаңыз піскен кезде әдемі болып тұратын болады. Енді алдын ала қызып тұрған пеште шамамен 40-45 минут біздің бурмамыз қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Осымен біздің бурмамыз дайын болды. Ыстық күйінде де, суық күйінде де өте дәмді болып шығады, және дәмі ешқандай да тағамға ұқсамайды, ерекше болып шығады. Сіздерге міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Және достар, қазақша контентті қолдап, каналым ұнаса, видеоларыма лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.